Kaspi Pay қосымшасында салық есебін қалай тапсырады? Салық сервисіне өтіңіз. Бәрі қосымша бетінде салық есебін тапсыру деп басыңыз. Есепті уақытында тапсырып үлгеруіңіз үшін экранда оны тапсыру мерзімі көрсетіледі. Екі салық органын таңдаңыз. Жеке кәсіпкердің тіркелген жері бойынша. Басшының тіркелген жері бойынша. Жарты жылдықтағы сатудан түскен барлық қолма-қол ақшасыз айналымды көрсетіңіз. Басқа банктерден түскен айналым сомасын енгізіңіз. Каспиден түскен кірістер автоматты түрде есептеледі. Олар Kaspi Pay шотына түскен түсімдерді қамтиды. Қайтаруды шегергенде Kaspi KZ-тен сатудан, қызметтер мен тауарлар үшін контрагенттерден түсетін түсімді қамтиды. Қажет болғанда олардың сомасын өзгертуге болады. Қолма-қол ақшасыз айналымның қандай бөлігі интернет-дүкендерде сатудан түскенін көрсетіңіз. Kaspi KZ-тегі магазинде сатылымдар автоматты түрде көрсетіледі. Басқа интернет-дүкендерде сатудан түскен соманы өзіңіз енгізіңіз. Одан әрі жарты жылда кассалық аппарат бойынша қолма-қол ақшамен өткізілген кірістерді енгізіңіз. Kaspi касса арқылы өткізілген кірістер автоматты түрде толтырылады. Жарты жыл ішінде төлеген жеке кәсіпкер үшін төлемдер сомасын көрсетіңіз. Әлеуметтік мәртебе бойынша аударымдарды төлеуден босатылған болсаңыз, жеңілдікті қолданыңыз. Жұмыскерлердің жалақысын көрсетіңіз. Егер оның сомасы өзгермеген болса, бүкіл жарты жылдыққа қолдану деп басыңыз. Егер сізде қызметкердің өтініші болса, стандартты салық шегерімін қолданыңыз. Осылайша, жұмыскердің жеке табыс салығын азайтасыз. Сондай-ақ, егер жұмыскер әлеуметтік мәртебесі бойынша салықтан босатылған болса, жеңілдікті қолданыңыз. Салық сомасы автоматты түрде есептеледі. (2023 жылдан бастап, оңайлатылған режимдегі кәсіпкерлер жарты жылдағы табысының 3%-ын төлеуі керек. Ол табыс салығынан тұрады. Бұл айналымның 1,5%. Және әлеуметтік салықтан тұрады. Бұл өзі үшін және жұмыскерлер үшін әлеуметтік аударымдарды шегергендегі айналымның 1,5%. Егер салықты төлемеген болсаңыз, онда есепті тапсырғаннан кейін төлеуіңіз керек. Басшыға жолдау деп басыңыз. Мұны тек компания басшысы ғана жасай алады. Салық есебі жіберілді. 2 күннің ішінде сізге нәтижесі көрсетілген хабарлама келеді.